бүгінгі біздің жиналыста айтылатын кітап ол «Балаға жүрек жылуы», Василий Александрович Сухомлинский. Кішкене сол жазушы туралы тоқталып кетсем. Василий Сухомлинский ол бізде педагог, гуманист, жазушы және 30 жыл тәжірибесі бар мұғалім және мектеп директоры болып жұмыс жасаған. Ол өзінің педагогик жүйесінде әрбір оқушының басын жан-жақты дамуының, дара ерекшеліктерін, бейімділігін, қызығушылығын, тағы басқа қабілеттерін жетілуін бағытталған оқу тәрбие процесін ұйымдастырды. Ең басты жазған кітаптар ол Павлош орта мектебі, біз бүгін тоқталып кететін «Бала жүрек жылуы», ұжымның құдіретті күші, мектептің жас директорымен сырласу, ұлыма хат, тағы басқа құнды еңбектері бар. Негізгі Василий Сухомлинскийдің кітаптары ол хэштегпен жазып көрсеңіздер болады. Көбінесе мұғалімдер мен балалардың арасындағы ата-аналар және махаббатына ие болған педагогик әдебиеттердің арасында аса құнды кітаптардың бірі. Кішкене мен бұл кітапқа тоқталып кетемін, сосын сіздерге сұрақтар қойылатын болады. Балаға жүрек жылуы ол сан жылдардан бері келе жатқан мұғалім, педагог, ата-ананың арасындағы махаббатқа ие болған жаңа айтып кеткендей кітап. Бұл кітапты оқыған жан бақытты адам тәрбиелеп шығудың бар қыр-сырын меңгереді. Бұл кітаптың негізгі шағын әңгімелерден тұрады. Ол мейірімділік, адалдық, достық, табиғатқа қамқорлық, отбасылық құндылықтарды және әр әңгіменің баланың жүрегіне өзінің специфика. Отбасы мен мектеп тәрбиесінің байланысын қалай нығайтамыз? Бұл жерде Василий Александрович Сухомлинскийдің «Балаға жүрек жылуы» деген кітабында бұл сұраққа жауап бар. Бастысы балаға жылы атмосфера және түсіністік қажет. Ең бірінші отбасыдан адамгершілік беру арқылы біз осы құндылықтарға жақындатамыз. Мұғалімнің жеке үлгісі тәрбиеде қаншалықты маңызды? Өте маңызды деп ойлаймын. Себебі оқушылар мұғалімге қарап бой түзейді, оқушылар мұғалімге қарап бой түзейді. Мұғалімнің өз-өзін ұстауы, оның жауапкершілікті болуы, сөйлеу мәнері, сөйлеуі, киінуіне дейін мұғалімнің барлығын оқушылар қарайды, бой түзейді. Сондықтан да өте маңызды деп мұғалімнің жеке үлгісі. Осыған сай болу керексің. Яғни адамгершіліктің мектептегі бір қажеттілігі ол әр балалармен индивидуальный болсын, жекеше немесе топтық сыныппен бір ойындар, квиз болсын, немесе сынып сағатында осы адамгершілік туралы жиі айтылу керек. Себебі адамдарда қазіргі таңда адамгершілік жағынан үлкен проблема, дискуссиялар орын алуда. Сол себепті адамгершілік бұл... Қызымыз мектептен қуанып келді. Пән бойынша сайыстан жүлдеге иеленген екен. Сіздердің келесі әрекеттеріңіз қалай? Әрине, менің ұлым сайыстан жеңіп келсе қуанамын. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Жігерлендіремін, мен саған сенемін. Болашақта бұдан да үлкен жетістіктерге сеніммен мен тілектеспін, қуаныштымын деп оны кәдімгідей жігерлендіріп, келесі сайысқа дайындап, оның қызығушылығына қарап, дамытуға тырысушы еді. Бірдеңені таңғалдырамыз деп ойламаймын. Олардың қызығушылығы бөлек, бірақ пәнге байланысты қарайсын болмасын. Қазір техниканың дамыған заманы ғой. Балаға енді ондай заттарды өз еріктерімен көрмейді, сондықтан хотя бы түрткі болып, әрқайсымыз өз пәнімізде мысалы өте көп материалдар бар, иә? Соларға жаңа бірдеме біліп кетсін деп, жаңа бірдеме ұғынып кетсін деп түрткі болып отырса, интеллектуалдық, эмоциялық бала, солай болған екен ғой, мынау сондай екен ғой, бұның бастамасы осылай басталған екен ғой деген сияқты бірден ой текететіндей дән дейді ғой, таспай береді. Сонда бала өз қызығып, әр салаға мысалы химия, мысалы пәнінен химияға қызығуы мүмкін, тарихтан қызығуы мүмкін, ағылшын пәнінен деген сияқты. Рахмет.